Қадірлі бауырларым, бұл мәлімдемеме себеп болып отырған көптеген жанашыр бауырларымның хаттары, жазып жатқан посттары. Ойладым ғой мен, ақылға сыймайтын нәрсе ел нанбайтын шығар деп. Сөйтсем кәдімгідей ел иланып жатыр, мен басқа елдің азаматтығын алуға өтініш беріпті дегенге кәдімгідей нанып жатыр ел, ақылға сыймайтын қисынға томпақ нәрсеге нанып жатыр. Менің ана Данияр, Олжас, Қуат сияқты бауырларым мен үшін бір аяулы болған аңғал, бір батыр жігіттер бар, нанғыш. Солар нанып шашып пост жазғанын көрген кезде бүйтіп мәлімдеме жасамасам болмайтынына көзім жетіп айтып отырмын. Айтайын дегенім, қадірлі бауырлар, мен ешқандай да бөтен елдің азаматтығына өтініш берген жоқ. Алла куә, оллахи, Қазақстанда екі азаматтыққа тыйым салынған, көк паспорттан мен айырылатын ойым жоқ. Сайқал саясаткерлердің жаласы, кәдімгі жала бұл. Нанбаңыздар. Ұлыс медианы сотқа берем. Енді олар бұны сотқа беретін біліп, әртүрлі нәрсе жасауы мүмкін ғой, жаңағы өтірік программамен өтірік бірдеңелер жасауы мүмкін. Бірақ оған эксперт бар. Сотта келісеміз аманшылық болса. Айтайын деген, қадірлі бауырлар, ешқашан ондай өтірікке ешқашан намыс болмаңыздар.